Барлықтарыңызға үлкен сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгінгі видеода мен сіздермен квашеная капустаны рецептісімен бөлісетін боламын. Квашеная капустаны жасау үшін бізге керекті ингредиенттер ол 2 капуста осындай және сәбіз. Капустаны қазір ғана дүкеннен алып келдім. Холодильникке салмаймын. Дәл осылай қазір жақсылап жуып, тазалап, турай беретін боламын. Капустамыздың сыртындағы бірінші пленкаларын алып тастаймын. Так, вроде чисто. Енді осыны қазір жуатын боламын. Қолым. Дәл солай екінші капустаны да сыртындағы бірінші пленкасын алып тастаймын. Капусталар өте жақсы, прям свежий. Енді осыны жуамыз. Так, думаю, достаточно. Енді сәбізімізді ашып алайық. Құрылғымен, яғни сәбіз ашқыспен тазалаған жақсы көрем. Пышақпен ашсам, қалың қылып ашып жіберем. Достар, капустаны жақсылап жуып алдық. Енді осы капусталарымызды қазір турайтын боламыз. Капустамызды 2 және 4 бөлікке бөліп алам алдын ала. Капустамызды өте майда қылып турайтын боламыз. Керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Әсіресе қатты бөліктерін, капустаның, оларды алып тастаймыз. Өзіме ыңғайлы формада турап аламын. Жіңішке турау үшін. Капустаны тураған кезде өте майда қылып тураңыздар, ұзынша майда қылып. Капустаны тураған кезде максимально жіңішке қылып тураңыздар. Сол кезде езген кезде су жақсы шығады. И жегенге тоже приятно. Біздің капустамыз дайын. Пока что мен 1 капустаны турадым. Осы ыдысқа толды. Енді қазір мен тұзын қосатын болам капустаға. Капустаға тұз қосқан кезде осы столовый ложканың жарты бөлігін қосам. Тұсын тағы дәмін көретін боламын. Дәміне қарай. Өйткені қатты тұздап жүрмеу кейде керек. Немесе тұзы аз болмағанда дұрыс. Қолымыз таза болу керек. Осы енді қолымызбен жақсылап езетін боламыз. Яғни капустаның суын шығаратын боламыз. Енді сәбіз ашитын боламын. Сәбізді осы терканың ең крупный бөлігіне өткізетін боламын. Біздің капустамызды қолмен жақсылап тұзбен араластырғаннан кейінгі жағдайы. Енді осыған біз қазір теркадан өткізіп алған сәбізімізді қосатын боламыз. Сәбізімізді қосамыз. Оны араластырамыз. Капуста екеуін жақсылап араласты. Енді біз бұны 2 банкаға істейтін боламын. Қазір тағы да дополнительно қосамын. Осы банкаға және осындай обычный крышкамен салатын боламыз. Менде осындай болды. Қазір енді тағы да бұны толтыратын боламыз.
Қазір енді мына банканы толтыратын боламыз. Тағы да жасадым. Осыған саламыз. Бір банка толды бізде. Қазір енді екінші кішкентай банка бар, соның үшін салатын боламын қалған. Міне достар, бізде квашеная капустамыз почти дайын. Енді осы бізде 3 күн бөлме температурасында тұру керек. 3 күннен кейін барып холодильникке сақтаймыз. 3 күн тұрған кезде әр күні капустаның үстін басып отырамыз қолымызбен, немесе оқтаудың көмегімен. Оны қазір алдағы видеода көрсететін боламын. Және 3 күннен кейін қолдануға болады. Біз тек капустаны бірінші алдымен турап алдық, майдалап, және оның тұзбен араластырып, қолымызбен жақсылап капустаны ездік. Және капустаның үстіне одан кейін сәбіз қостық. И все, екеуін араластырып, осылай банкаға саламыз. Бетін осылай жауып қоямыз, чтобы ішіне ауа кіріп кетпес үшін. И все. Пока пусть стоит. Теперь келесі күнге дейін. Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін бізде сәбіз бен капустан тұрғанына екінші күн. Кеше кешкісін мен жақсылап оқтаудың көмегімен капусталарды езген болатын төменге қарай. Бүгін тағы да қазір сол процедураны қайталайын деп отырмын. Бүгін бізде екінші күн, ертең кешке жақын уже үшінші күн болады. Яғни ертең кешке уже қолдануға болады, немесе бірден холодильникке салып сақтап қойсаңыздар болады. Дальше кез келген уақытта уже жей бересіздер. Біздің квашеная капустамыз дайын болады. Қазір бірге оқтаудың көмегімен төмен қарай капусталарды езетін боламыз. Су прям күшті шыққан, иісі де күшті болып тұр. Тек жай ғана үстін осылай басып шығамын. Теперь екіншісін дәл солай еземіз. Мына жерде прям су, как будто капустамыздың үстінен оқтаумен тағы да бір рет бастық. Енді ертең кешке тағы да бір басамыз. Сонымен болды, біздің квашеная капустамыз дайын. Ертеңге дейін. Сәлем достар, бүгін бізде үшінші күн. Квашеная капустамыздың бөлме температурасында тұрғанына. Енді бізде квашеная капустамыз дайын, қолдануға болады. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Иісі прямо күшті шығып тұр капустан. Иісі дәмді. Я раньше думала, осы квашеная капустаға уксус қосады деп ше. Оказывается, капустаның өзінің иісі осындай екен. Достар, бізде квашеная капустамыз дайын. Өте аппетитті, жақсы шықты. Дәмі де өте керемет. Жасауға кеңес беремін. Осымен біздің рецепт аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер міндетті түрде ұнаса, комментариймен лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Және осы квашеная капустаны жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалынады, әрі өте пайдалы. Негізі апельсиннің құрамында біз С витамині көп деп ойлаймыз лимонмен. Бірақ квашеная капустада одан да көп болады. Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын.